Ашпастан бұрын Бауырсақан мен Аяуға жауап бере салайыншы қысқаша. Аяу, біз қазір қаншама халық көріп отыр, әке-шешем көріп отыр дегендей, мен ол Аяумен сыртына танысқан болатынбыз. Танысқанда да өзі келіп жақындады, бір кісі таныстырыпты деген сияқты. Солай біз онымен үміткер қылып шақырған жоқпын. Аяу, саған тағы да айтайын. Оны ойынан құрастырудың қажеті жоқ, қаншама халық көріп отыр. Өзі келген шынайы келді, бізде шынайы қарым-қатынас болды. Енді шымылдырыққа келетін болсақ, бір танысып көрейік. Жүзін көрмеген адаммен мен еш нәрсе айта алмаймын, сол үшін танысып көрейік. Әрине, шымылдықты ашамыз, иә? Жақсы, ендеше шымылдық ашылсын. Tasından gitmiş love you baby Sözüm yetinsin I love you baby Bağımsın dirilgen I need you baby Boşluk tek benimden I love you baby Let me love you Шымылдық ашылды. Ал әсеріңіз, Абылайхан? Жақсы, енді бұл кісі жасы үлкен екені көрініп тұр. Жоқ, менің негізінде Аяу, аузын жапшы, айналайын. Фу, му деген, кішкене тәрбиеңді көрсетшіш. Кейін алдыңызға үміткер келіп тұр. Жоқ, уже надоел Бауырсақан. Содан кейін ұрсасыз. Осы жерде кішкентай қыздар отырып алады да, аузына келгенін айтып отырады ше. Үміткер келіп тұр сізге. Ашылған бойда сіз Аяулыммен ұрсып жатсыз. Жоқ, шынымен уже нервыма тиіп жатыр да, уже отырып алып Аяу күліп отырады. Сіздің әсеріңізді білейік. Жоқ, мен әсерім Бауырсақан. Абылайхан сіздің емес. Әсерім жақсы, бұл кісі сіз, по-моему, жазғансыз, Инстаграм желісінен. Сізге жазған сияқты дейсіз ба? Иә. Бағана, по-моему, сол кісі ма деп отырдым, сол кісі емес па деп. Бір Әсем дегеннен кейін, бірақ суреті несі еш нәрсе жоқ екен. Асия ғой бұл. Асия ма? Асия, иә. Енді Әсем деген қызды күтеміз. Иә, сол кез айтқан болатын, маған жазбай қойыңыз, мен редакцияға жазыңыз деген сияқты. Иә, Асия, сіздің ойыңызды білейік Абылайхан жайлы. Жақсы. Жақсы дейсіз, иә? Жақсы. Енді былай жасайық, сырласуда отырған Тимур мен Перизаттың таныстығын сұрайық, ортаға шақырып алсақ, келіңіздер, ойын білейік. Сәл болса да тілдесіп көрген шығар, араларында бір байланыс пайда болды ма, сөйлесіп көруге қызығушылық пайда болды ма, өздерінен сұрап білейік. Келіңіздер. Тимур, таныстық бастала ма? Таныстық әрине басталады. Бауырсағаным, қыз ұнады, сөйлесу керек, танысу керек, білісу керек сияқты. Иә, Перизат ханым. Көрейік енді, бір шанс беріп көрейік деп жатыр. Жақсы, Перизат, келгеніңізге көп-көп рахмет. Жақсы кездесу өткізсін Тимур. Сізді шығарып салайық. Тимур, жайғасыңыз. Енді Абылайхан сізден сұраймыз. Асиямен енді сырласуды босатып қойдық. Барасыз ба сырласуға? Иә, бір сырласып көрейік. Жақсы, сіздерді сырласуға шығарып салайық. Асия, Абылайхан сырласуға барып қайтыңыздар. Содан кейін ортаға шақырып ойларыңызды білеміз. Иә, бара қойыңыздар. Енді уақыт көрсетер, сөйлесіп көрсін. Бір мүмкіндік бола ма, бір сөйлесіп, кездесіп сыртта көреміз дей ме, барлығын енді тілдескеннен кейін айта жатар. Шымылдығы енді ғана ашылды. Біз құрметті көрермен әрі қарай жалғастырамыз, және де ортаға енді түсініксіз жағдай бұл жұбымызда не болып жатыр. 2 күннен бері екеуі екі жақта отыр, бірақ көңіл күйлеріне қарасам бәрі дұрыс сияқты. Енді өздері айта жатар, ортаға шақырайық. Нұржан Ағарке, келіңіздер.
қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, иә, бәрі. Екеуіңіз бір тойға баратындай дайындалып келіпсіздер. Бүгін әдемі болып тұрсыздар. Рахмет Олса ханым. Иә. Қайырлы күн баршаңызға. Енді менде бәрі жақсы, ода да бәрі жақсы, бірақ бірге онша емес болып тұр. Себебі енді мен шынымен де сіздер сияқты енді үйде отырдым да, маған енді басынан бастап айтып берейін. Негізі себебі біз ортадан бір жақсы қарым-қатынаста, жақсы көңіл күйде отырған болатынбыз ғой орнымызға. Одан кейін де сөйлестік, бірақ маған Нұржан айтты, сол күні маған қандай бір уақыт керек, маған жоламай тұрш деген сияқты өзі жүрді. Нұржан сізге уақыт керек деп айтты ма? Жоқ, ол айтты, маған жоламай тұрш, өзіме келіп алайын деген сияқты. Сондай болды, бір арақатынас туралы сөйлеспедік, жай осындай сөйлесу сияқты болды күні бойы. Одан кейін кешке мен үйге бардым. Содан кейін біраз уақыттан кейін енді эфирға кірдім. Сол жерде енді бүкіл мәселе негізі сол жерде басталды деп айта аламын. Себебі маған көбінесе енді бұл бірінші рет емес, көбінесе жазады. Нұржанға обал, себебі ол енді үйленбеген бала, сен оның басын айналдырып алдың деген сияқты, сен оған лайық емессің деген сияқты. Сол кезде енді мен шынымен де осы сөздер мен шамыма тиеді әрқашанда, бірақ мен мән бермеймін. Себебі енді біз бір-біріміз жақсы көреміз деген сияқты. Бірақ сол кезде именно Нұржанға обал деп айтқанда, сосын мен айттым, я, мүмкін сіздердің айтқандарыңыз да мүмкін жөн шығар деп, енді жайдан жай жазбайды ғой адамдар. Мүмкін мен де ойланып қалам, бұл бала шынымен де үйленбеген, мүмкін мен оның енді бір қалай айтсам екен, уақытын алам ба деп, енді сәл өзімнің да ойланатындарым бар енді. Сол кезде айтқаным бар, мүмкін сен-сенімен деген әңгіме негізі дұрыс шығар деп. Мүмкін сол себепті арамызда осындай енді жас айырмашылығы емес, просто мен уже тұрмыста болдым, бір сәл де болсым отношенияда опытым бар болғандықтан, ол тек қана отношения, жаңа ғана серьезный отношения бастап атқандықтан, мүмкін біз бір-бірімізді түсінбей, сол да дұрыс шығар деп ойлап отырғам негізінде. Содан WhatsApp-тан үстінен сообщение келді. Сонда сен маған емес, халыққа жайып отырсың ғой ол нәрсені, онда жарайды, мен де шаршадым ол әңгімелерден, болды, онда тоқтатайық деген сияқты әңгіме көрдім мен.